функцияға келген мына түрі страшный есепті менің авторлық методикамен 1-ақ минутта оп-оңай лайфхактармен үйреніп ал. Қараңдар, мынандай есепті көрсең, ұбт-да -2 балды жібермей, дәл қазір мен мағынасымен үйрететін болам. Мынау бізде анықталу облысын тап деп тұр. Түріне қарасы өте страшный, бірақ өте мейірімді есеп. Қараңдар, мына жерде маған бір деген вообще қызық емес. Самое главное, қай жерге қауіп төніп тұр? Осы сұрақты қоямыз. Мына жерде бөлшек еще түбір отыр, екеу араласып тұр. Біз білеміз, бірінші, түбірдің ішіндегі любой бір нәрсе ол нөлден үлкен болу керек. Ал екіншіден, бөлшектің бөліміндегі любой нәрсе нөлге тең болмау керек. Өйткені санды нөлге бөлуге болмайды. Енді қараңдар, осы жерде бөлшектің бөлімінде түбір отырса, біз жай ғана соның ішіндегі өрнекті сразу орын ауыстыра салайын. -х квадрат қосылған 5х қосылған 14. Осы ішіндегі тұрған өрнекті жай ғана нөлден үлкен деп аламын. Не үшін? Себебі бірінші ереже айтады, нөлден үлкен немесе тең деп ал дейді. Ал екінші өрнек айтады, тең емес ол дейді. Яғни мына жақтағы тең деген знак болмайды, ол бөлшектің бөлімінде болса. Сол үшін всегда бөлшектің бөлімінде түбір отырса, жай ғана үлкен деп алып кетеміз. Өйткені ол нөлге тең болмайды ғой. Өйткені санды нөлге бөлуге болмайды. Енді осыны -1-ге көбейте салайық, сонда х квадрат -5х -14, -1-ге көбейткенде таңбауыз кетеді 0. Болды, ары қарай дискриминант, ол қызық емес. Енді қарай, екінші өрнек бізде тоже түбір тұр. Ол қандай қауіп төндіреді? Яғни оның ішіндегі өрнек нөлден үлкен немесе тең болу керек. Сонда ішіндегі өрнекті жай ғана нөлден үлкен немесе тең деп ала салам. Болды, анықталу облысын табу деген сөз, ол жай ғана қауіп төндіретін нүктені тауып теңсіздік шеше саласың, болды. Енді дискриминант таба салайық. Мына х-тің алдында 1 бар, 1-дің квадраты 1 болады. Мына жер минус болса плюс b квадрат минус 4 атсы, 4-ті 20-ға көбейтсең 80, екеуін қоссақ 81, ол бізде 9-ның квадраты. Енді x1 мен x2 түбірін таба салайын. Мына -1 болса, всегда бер жаққа келген кезде плюс 1 болады. Плюс минус 81-ден бізде 9 шығады, бөлінген 2а. 2 көбейтілген 1. Так, осы жерде 2 түбірін таба салайын. 9-ға 1-ді қоссақ 10 болады, 10-ды 2-ге бөлсем 5 болады. 1-ден 9 азайсақ -8, -8-ді 2-ге бөлсем -4 болады. Болды, таптым. Так, келесі мына жерде дискриминант шеше салайын. 5-тің квадраты 25 қосылған. Так, 4-ті 14-ке көбейтем. b квадрат минус 4 атсы, так, 40, 54, 56 болады. Так, екеуін қосатын болсам, 6-ға 5-ті қоса 11, 81 болады. Так, енді осы жерден x1 мен x2-ін таба салайын. Мына -5 бізде плюс 5 болып келеді, плюс минус 81 деген бізде 9-дың квадраты бөлінген 2а. Так, 2. 9-ға 5-ті қоссақ 14, 14 2-ге бөлсем 7 болады. 5-тен 9-ды азайтсам -4, -4 2-ге бөлсем -2 болады. Болды. Енді әшейін ғана сызбасын сызу. Осы жерде сызбасының көпшілігі қателеседі. Давайте қазір күштілеп бір түсіндірейін. Біріншісі 5 пен -4-ті бөлек сызайын. Мына жерде -4 тұрсын, мына жақта бір 5 тұрсын деп ойлай салайық. Екеуі қандай? Мына жақта таңбасын шатаспаймыз. Екеуі бізде боялады, міне. Тік жақша болады, міне екеуі боялады. Енді қара, всегда мен үйреткен лайфхакпен қазір теңсіздікті оңай шешуге болады. Всегда міне х квадраттың алды плюстан басталды ма? Плюс, оң жақтан бастап плюс, минус, плюсті қоясын. И бізде таңба қандай? Үлкен немесе тең. Үлкен десе 2 шетін алам, плюс шеттерін ала салам, кіші десе минус шетін алам. Болды. Так, енді екіншісін сызам. Қара. Мына жақта бізде -2 мен 7 дейді. -2 деген -4-тің мына жағында тұрады, ол шатаспа главный. 7 деген 5-тен үлкен, сол үшін мына жақта тұрады. Енді екеуі де қандай? Ол жай ғана үлкен, сол үшін боялмайды. Тоже мен х квадраттан бастап тұрмын, плюстан бастап тұрмын. Сол себепті мына жаққа плюс, минус, плюс дей салам. И бізде ойбай, екіншісіне қараймын. Бізде ауыз кетті ғой. Кіші деп ауыз кетті, шатаспаймыз. Кіші дегендіктен екеуінің ортасын алам. Міне, 2 мен 7. Кіші десе минус шатқан аралықты алам, үлкен десе плюс. Енді осы жерде екеуінің қай шеті қиылысып тұр. Қараңдар, қай жерді мен 2 рет бастым, міне. 5-ті 2 рет бастым, и 7. 5 пен 7-ның ортасы 2 рет басылды. Сонда есептің жауабы, так, мына жерге жазсалайын, тік жақша 5, 5-тен 7-ге дейін жай жақша болады. Болды, есептің жауабы осы. Сонда түрі осындай қорқынышты функцияның с деңгейлі есептерін де осылай оңай шығара салуға болады екен. Осылай мағынасымен математиканы оңай авторлық менің методикаммен түсінікті тілде үйренгің келсе, онда математикалық курсыма шақырамын. Толық ақпарат алу үшін төмендегі номерге жаз.